қызыл жасылды, сан ұрпақ саған бас ұрды. Толқында толқын қазақтың топырақ жүзін жасырды. Өткізіп қилы ғасырды, ырысың жатқа шашылды. Тау менен тасқа соқтым мен, халқым деп ғазиз басымды. Ардақты әке, немерелерінің аяулы атасы Тәжиев Көкен Әділұлын соңынан өрген ұрпағы сағынышпен еске алады. Тәжиев Көкен Әділұлы 1926 жылы Ақтөбе облысының Доңызтау ауылында дүниеге келген. 1978 жылы 52 жасында дүниеден озды. Егер тірі болғанда бүгінгі күні 100 жасқа келер еді. Әкесі Тәжіұлы Әділ мен анасы Тәкеш 1937 жылы аласапыран кезінде Қарақалпақстан еліне қоныс аударып кеткен. Сол кезде Көкен ағамыз 11 жаста болатын. 4 ұлдың үлкені бір қарындасымен бірге өскен Көкен ағамыз жастайынан пысық, еті тірі жігіт болып өсті. Басшылық қызметтер атқарды. Қарақалпақстанның Такиаташ қаласында Узгомтес Госнап мекемесінде басшы қызметін атқарды. 1957 жылы Базар анамызбен отау құрды. Бақытты, тату-тәтті өмір сүрді. Бір ұл, 6 қызды дүниеге әкелді. Көкен ағамыздың арманы өте көп еді. Қыздарымды МГУ-да оқытамын дейтін. Жалғыз ұлы Маралды қанаттыға қақтырмай, тұмсықтыға шоқтырмай өсірді. Оқытты, жақсы азамат қылып тәрбиеледі. Союз кезінде іс сапармен шетелдерде де болды. Ұл қыздарының қызығын көре алмай, 52 жасында дүниеден озды. Базар анамыз да жан жолдасының артынан көп ұзамай дүние салды. Бір-бірін қимай кете берген ардақты жандардың артында балаларынан бір немересі, 4 шөбересі, 15 жиен немересі бар. Ұлы Марал мен оның жұбайы Күнкияш әке шешенің орнын жоқтатпады. 5 қызды ұзатып, құтты орнына қондырды. Үйдің кіші қызы Замира бала кезінен сырқаттанып, 2007 жылы 32 жасында дүниеден озды. Өте жас кетті, дым қызық көрмеді. Ағамыз Марал 2015 жылы мезгілсіз қайтыс болды. Жұбайы Күнкияш сырқаттанып, 2019 жылы дүниеден озды. Екеуі өте бақытты отбасы еді. Әкесінің тәрбиесін көрген Марал ағамыз қыздардың көңіліне қаяу түсірмеді. Өте жайдарлы, тәрбиелі азамат болды. Бұл кісілердің қазасы әулетке өте ауыр соққы болды. Марал ағаның артында бір ұлынан 4 немересі өсіп өніп жатыр. Үйдің үлкен қызы Баян мектепте өте жақсы оқыды. Өте алғыр еді, арманшыл болатын. 59 жасында өмірден озды. Артында қалған 4 қызынан 23 жиен немересі бар. Зойканың жолдасы Ахмет ұлы Қалжан да 50 жасында өмірден ерте кетті. Артында қалған 3 ұлының жанында Зойка апайымыз жанұяның басшысы, ұйтқысы, немерелердің ағашесі. Жанымыздан алыстап, елес болған аяулы жандардың жандары жәннатта болып, пейіштің төрінде шалқысын. Садақа қабыл болсын. Ардақты әкем, асыл анам, мәпелеп бізді өсірген баптап, кетерме естен жылы сөздерің, жүректе келемін мәңгілік сақтап. Марал ағатай, Күнкияш жеңге, шуағын төккен әркез біздерге, ерте кеттіңдер сағынға айналып, сағыныш болып мәңгі сіздерде. Замира, Баян, болдыңдар елес, бауырын ешкім іздемейді демес, сұп-сұлу болып есте қалдыңдар, ол кездер енді айналып келмес.
Мәңгілік жан жоқ жердің бетінде, кеткен жандардың бәрі есімде. Жердің бетінде 5 күндік қонақ, мәңгі мекенге бәрі кетуде. Әкешім пана болған биік шыңым, үйреткен мұны өмірдің барлық сырын. Жер бетін кезгенімнен, сендердің көздеріңнен төгілген жылылықты ешкімнен сезбедім мен. Жер бетін кезгенімнен, сендердің көздеріңнен төгілген жылылықты ешкімнен сезбедім мен. Анашым ақ сүт беріп мәпелеген, кешірген көп кетсе де қатеменен. Анамның алақаны, әкемнің қарағаны ұқтырды біз екенін уақытқа балағаны. Анамның алақаны, әкемнің қарағаны ұқтырды біз екенін